Сәлеметсіздер ме балалар? ұбытыға дайын сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы механикалық қуат және механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенті. Механикалық қуат дегеніміз жұмыстың орындалу шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама. Қуатты анықтау үшін жасалынған жұмысты сол жұмысты жасауға кеткен уақытқа бөлу арқылы табамыз. Міне жаңағы анықтамаға сәйкес формуласы. Қуатты n әрпімен белгілейміз. Қуат арқылы жұмыс табудың формуласы немесе жұмыс пен қуат арқылы уақыт табудың формуласы. Қуаттың өлшем бірлігі ватт. Джоуль мен секундтың көбейтін джоульдің секундқа қатынасы немесе 1 секундтың ішінде орындалған жұмысты сипаттайтын 1 джоуль жұмыс жасалатын болса, онда өндірілген қуат 1 ватт болып есептеледі. Енді қуаттың формуласын түрлендіруге болады. Ол үшін жұмыстың формуласын ашамыз. Жұмыс дегеніміз күш пен орын ауыстырудың көбейтіндісі. Мына жердегі қуаттың формуласында жұмыстың орнына өзінің анықтамасына сәйкес формуласын қойсақ, бізде мынандай формула шығады. Яғни қуатты күш пен жылдамдықтың көбейтіндісі арқылы да есептеп шығаруға болады. Бірақ бұл қуат бір қалыпты қозғалыста қуат, жылдамдық өзгермеу керек. Егер жылдамдық өзгеретін болса, мына жерде жылдамдықтың тең айнымалы қозғалыс кезіндегі формулаларын пайдалануға тура келеді. Мұндағы F көліктің қозғалтқыштың тарту күші, мынау көліктің қозғалысының жылдамдығы. Бұл формулада тапсырмаларды орындауда қажет болатын формулалардың бірі. Есте сақтау керек. Енді бізде механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенті деген бар. Көптеген жұмыстарды біз қолымызбен жасамаймыз, қандай да бір механизмдердің көмегімен жасаймыз. Сол кезде бізде пайдалы жұмыс, толық жұмыс деген екі жұмысты ажыратамыз. Әр уақытта толық жұмыс пайдалы жұмыстан көбірек болады. Өйткені механизм кедергі үшін, жеңу үшін қосымша жұмыс атқаруға мәжбүр болады. Енді мінекей пайдалы жұмыс пен толық жұмысты көбіне балалар ажырата алмай жатады. Берілген тапсырманы орындау үшін жасалатын жұмыс пайдалы жұмыс деп аталады. Мысалы, қандай да бір денені аш биіктікке көтеру керек болатын болса, сол үшін жасалатын жұмыс пайдалы жұмыс. Ал механизмнің көмегімен жасалған жұмыс толық жұмыс деп аталады. Ол пайдалы жұмыстан көбірек болады. Сондықтан пайдалы жұмыс пен толық жұмысты ажырату үшін қай жұмыс көбірек болатын болса, сол толық жұмыс болып есептеледі. Азырақ болатын болса, ол пайдалы жұмыс болады. Міне осы екі жұмыс арқылы біз механизмдердің пайдалы әрекет коэффициентін анықтаймыз. Яғни пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасы механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенті. Ол кез келген механизмге қолданыла береді. Жай механизмдерге де, өте күрделі механизмдерге де қолданыла береді. Пайдалы әрекет коэффициент бета әрпімен белгілейміз. Ол процентпенен өрнектеледі. Қатынасын тауып, процентке көбейтіп, неше процент екендігін анықтаймыз. Пайдалы әрекет коэффициенті еш уақытта бірден үлкен бола алмайды. Немесе процент болуы мүмкін емес. Міне бүгінгі сабақтың теориялық материалы осы. Енді біз практикалық тапсырмаларды орындауға көшеміз. Осы қаламсабымызды алайық та жұмысқа кірісейік. Адам 1 минуттың ішінде дейді. Бұл дегеніміз уақыт. Ол минутты секундқа айналдырамыз. 60 секунд. 15 метр биіктікке көтереді.
көтеріледі. Адам баспалдаққа көтеріп бара жатыр. Мынау адамның массасы 70 килограмм. Адам өндіретін қуатты анықтаңыз дейді. Қуаттың формуласын жазамыз. А бөлінген П. Әрі қарай жұмысты формуласы бойынша ашамыз. Жұмыс жасайтын ауырлық күші. Олай болса, ауырлық күшінің жұмысы ауырлық күшін биіктікке көбейткенге бөлінген уақыт. Бұрындарына санынан терін қоямыз да есептейміз. 70 килограмм 10-ға бөлсем 700 болады. Биіктігім 15. Уақытым 60. 60 пен 15-ті қысқартам, 4-тен келеді. 700-ді 4-ке бөлсем 350, 350-дің жартысы 175. Жауап метр. Келесі есеп. Массасы 1500 килограмм автомобиль көлденең жолда 20 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Коэффициенті мынау беу. Осы жылдамдықты сақтау үшін қажетті қуатты анықтаңыз дейді. Бір қарап қалғанда есеп қиын сияқты болып көрінеді, ал шын мәнінде есептің ешқандай қиындығы жоқ. Біз мына формуланы білеміз. F көбейтілген В деген формуланы білеміз. F күш біздің жағдайымызда үйкеліс күші. Үйкеліс күшінің формуласын тағы білеміз. Оның орнына қоямыз. Көбейтілген В. Болды, есептейміз. 0,5 массасы 1500. Оны 10-ға көбейтем. 15.000 жылдамдық 20. 1500 10-ға көбейтем 20. Так, мына 0,5-ті 20-ға көбейтсем, 5-ті 2-ге көбейткен 10-ды. Так, 2 орын жылжытамын. 0,5-ті. Жақсы, мынаны 2-ін алып тастайық. 100-150 болайын деп тұр ғой. 150 мыңды 150 мыңға бұл дегеніміз 150 киловатт. 150 киловатт деген жауап менен болады. Екі есеп орындалып, әрі қарай кетейік. Тағы екі есеп қылып мына жерде кетті. Орындайық соны. Так. Қайда? 3,6 километр сағат жылдамдықпен дейді. Бұл жылдамдық 3,6 километр сағатты метр секундқа айналдыру керек. Бұл 36 болса 10 болар еді. 3,6 демек ол 1 метр секунд. 5 килоньютон 5000 ньютон болар еді. Так, тұра берсін, оны айналдырудың қажеті жоқ. Так, жаңа алдыңғы есептегі формула екен, бұл жерде де қолданатынымыз F көбейтілген В. F бізде 5 килоньютон көбейтілген 1 метр секунд тең болады 5 киловатт деген шығады. 20 метр биіктіктен құлайтын, еркін құлайтын дейді. Бастапқы жылдамдығы жоқ, массасы 2 килограмм денеге әсер ететін ауырлық күшінің жерде соғылған сәттегі қуатын анықтайды. Ең тең болды. Формула А бөлінген А. А дегеніміз ауырлық күшінің жұмысы mgh бөлінген Т. Бізде уақыт жоқ. Уақытты іздейміз.
Еркін құлайтын болса, еркін құлаған дененің құлау биіктігін анықтайтын мынандай формула бар еді бізде. Ж квадрат бөлінген 2. Осы жерден q-ны тапсақ, уақытты тапсақ, өр астында 2h бөлінген J есептейміз. 2h дегеніміз 20, 2 көбейтем 40, 10-ға бөлемін. 1-дің астында 4, 4-те 2 секунд. 2 секундта құлайды екен. Жаңағы дене онда, оның қуаты, жоғарыда мына формуламен есептейміз. Массасы 2 килограмм дене, 20 метр биіктіктен. Мына жерде тағы да 0 бар ғой. Ж бар ғой. Бөлемін 2-ге 200 ватт. Ватт 200 ватт. Болды. Келесі бетке ауысайық. Бұл жерде қандай есептер бар екен? Мынандай осы есеп бар екен. Сұрақ. Егер пайдалы жұмыс 2 есе артса, 4 жұмсалған жұмыс 4 есе артса, пайдалы әрекет коэффициенті қалай өзгереді дейді. Пайдалы әрекет коэффициентінің формуласын жазамыз. Пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасы. Енді ары қарай жалғастыра берейік. Есептің шартына сәйкес пайдалы жұмыс 2 есе артса дейді, 2 пайдалы дейміз. Толық жұмыс 4 есе артса дейді, 4. А толық дейміз. Сонда 2 мен 4 қысқарады. А пайдалы жерде 2, А толық. Көрініп тұр, бұрында басында мынандай еді пайдалы әрекет коэффициенті, енді мынандай болып қалды. Бөлімде 2 пайда болды, яғни 2 есе азаяды деген сөз. Пайдалы әрекет коэффициенті 60% болатын, 60% санға айналдыру үшін 100-ге бөліп тастаймыз, 0,6 болады. Желіден мынанша қуат өндіреді дейді. Айналдырамыз ба? Килоджоульмен берілген екен жауаптар. Жақсы айналдырайық. Мегаджоульді бар екен ішінде. 1200 болады. 1200 ватт болады. 10 минутымыз 600 секунд. Уақыт қой. Уақыт 10 минут 600 секунд. Қанша пайдалы жұмыс атқарады деп сұрайды. Пайдалы әрекет коэффициентінің формуласын жазамыз. Енді балдар пайдалы әрекет коэффициентін пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасы арқылы анықтап қой. Енді пайдалы қуаттың толық қуатқа қатынасы арқылы анықтауға болады. Электр қозғалтқышының қуаты десе, мынау бізде қай қуат? Толық қуат. Біз айтып едік, механизмнің өндіретін, жасайтын жұмысы, өндіретін қуаты толық болып есептелінеді. Значит, n толық мына жерде тұрады. N пайдалыны ашамыз. N пайдалы дегеніміз А пайдалы бөлінген уақыт. Уақыт мына жерге бөлініп түседі. Енді не істе дейді бізге? Пайдалы жұмысты тап дейді. Осы жерде пайдалы жұмысты есептейтін формуланы құртамыз. Яғни мына бөлшектің бөлімі мұнда көбейтіп кетеді, сонда бәрі бір-біріне көбейтіледі. N толық көбейтілген уақыт. Есептейік. Неше бар екен? Мынауымыз 0,6 пайдалы әрекет коэффициент, толық қуат 1200, уақытымыз 600 секунд. Осының бәрін көбейтсек 432 мың шығады екен. 432 мың джоуль. Бұл дегенім 432 кило джоуль.
432 киложоуль деген жауап мына жерде тұр. 4,32 мегажоуль деген де бар екен, шатысып кетпейміз. Алтыншы. Теріп алайық. Осы соңғы екі есебіміз. Теріп қояйық. Таппай қалдым ба тағы? Қай жақта жүр? Жаққа жүріп кет. Пайдалы әрекет коэффициенті 80%, 0,8. Желден мынанша қуат өндіреді. Бұл қай қуат? Мен жаққа жазайын. Бұл пайдалы қуат. Толық қуат. Бұл толық қуат. Табу керек пайдалы. Қандай механикалық қуат өндіреді дейді, табуымыз керек. Пайдалы қуатты табу керек. Пәктің формуласын жазамыз. Ең пайдалының ең толыққа қатынасы. Болды, пайдалы қуатымыз ең толыққа өткенге тең. Ең пайдалы тең болады 0,8 көбейтілген 2,5 киловатт десек, біздің қуатымызда, пайдалы қуатымызда киловаттпен шығады. 8 бесім 40, 16, 2 киловатт болып шығады. Жауап нұсқасында тұр екен. Транспортер 600 килограмм жүкті 40 секундтың ішінде 8 метр биіктікке көтереді. Егер оның қозғалтқышының қуаты, яғни бұл толық қуат болса, транспортердің пайдалы әрекет коэффициентін алады. Ең пайдалыны ең толыққа бөлеміз. Тең болады. Ең пайдалының А пайдалы бөлінген уақыт көбейтілген ең толық. Тең болады. Пайдалы жұмысым МЖH көбейтілген ең толық. Есептеуі ғана қалды, формуласын қорыттық. 600 килограмм, Ж менен 6000 болады. Биіктігіміз 8 метр. 8 метр. Уақытымыз 40. Қуатымыз 2 киловатт. Оны мегаваттқа айналдырсақ 2000. 6000 менен 2000-ның нөлі кетеді. 8 менен 40 кетіп 5 болады. Мына жерде 6 қалады, мына жерде 10 қалады. Сонда 0,6. Бұл дегеніміз процентке айналдырсақ, 100-ге көбейтеміз. 60%. 60% деген тұр. Міне, бүгінгі сабақта біз қуатты есептеуді және механизмдердің пайдалы коэффициентін есептеуді қайталап шықтық. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.